Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін таңқурайдың пайдасымен бөлісемін. Таңқурай жаз мезгілінде пісетін, өсетін жеміс. Ол өте пайдалы жемістің түрі. Бірақ таңқурай жазда өскенімен оның негізгі қызметі суық мезгілдер. Яғни қыста тұмаудан, суықтаудан, кез келген дәрі-дәрмектен тез айықтырады. Таңқурайдың құрамындағы фолий қышқылының нәресте сүйгісі келетін және жүкті әйелдер үшін пайдасы мол. Таңқурай мен оның жапырақтары бүйрек жұмысын жақсартып, зәр айдайтын әсері бар. Мысалы, кептірілген таңқурайдың 60 грамм жемісін 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады. Түнге қарай 2 стаканын бірақ ішіп алады. Денеде тер шығару үшін осылай қолданады. Басқа жағдайларда 1 стаканнан күніне 2 рет ішеді. Тамақ шаю үшін 10 грамм жемісті 1 стакан қайнап тұрған суға салып тұндырады. Оның гүлдерінен тұнбаны және тұнбаны жасауға болады.